Өңір жаңалықтарына ойыссақ, ауыл шаруашылығын және әлеуметтік саланы дамыту. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Қобда ауданына барған жұмыс сапары барысында осы мәселелерге назар аударды. Өңір басшысы бірнеше елді мекендердің және шаруа қожалығының жұмысымен танысты. Шұбарқұдық, Ойыл, Қобда, Тұзтөбе бағытындағы жолдың құрылысы да назардан тыс қалмады. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Негізінен Қобда ауыл шаруашылығына бейімделген аудан. Мұнда ірі өндіріс жоқ, сондықтан жергілікті фермерлер асыл тұқымды мал басын арттыруға ден қойған. Ауданның ең шалғай нүктесі Көкей ауылындағы Қазақстан жауапкершілік шектеулі серіктестігі Кеңес одағының дәуірінде қазақтың ақбас сиырын өсірумен танымал болған еді. Қазірде сол ірі шаруашылықтың ізіндегі серіктестік асыл тұқымды мал басын көбейту ісін үйлестіріп отыр. Осы шаруаның тізгінін ұстаған Сырым Жаңажановтың айтуынша, қазір 773 асыл тұқымды ірі қара бар. Оның 380-і аналық мал. Былтыр серіктестік облыс бойынша 112 асыл тұқымды бұқа сатқан. Биылға 6 ай ішіндегі көрсеткіш одан да асып түскен. Жақсы, мал көбейту керек. Қанша кісі жұмыс істейді? Осы ауылдың тұрғындары істейді. 10 малшы істейді, сосын 10 тракторист істейді. Олар қанша айлық алады? Айлық біз ауылға привизке алады, сосын айына 70-80 мыңдай шығып кетеді каждый ай. Нормально. Пенсионный, социальный бәрі. Ақшалай алады ғой? Иә, ақшалай. Ауданда қазақтың ақбас сиырын өсіруге бағыт ұстаған азаматтардың бірі Марат Шәріпов. Ол таяу уақытта бағымдағы мал санын 550 басқа жеткізуді көздеп отыр. Көктемде туған төлді күзде Актеп серіктестігіне бордақылауға өткізеді екен. Кәсіпкер бұл малдың аязға төзімділігін, сондай-ақ мол ет беретіндігін айтады. Оның бағымдағы мал күніне орта есеппен 1,5 килограмм салмақ қосады. Мына бұқалардың салмағы қаншадан? Бұқалардың салмағы 400 келі, 300 келі. Возрасттары разный. 2 жылдық бар, 3 жылдықтар бар. Солай араластырып берем бәрін. Қобдалықтар тек мал шаруашылығымен ғана айналысып қоймайды. Ауданда диқандар мен бағбандар да құнарлы жерді күнкөріс көзіне айналдырған. Мәселен, Әли шаруа қожалығының басшысы Дархан Шекебаев бау-бақша егіп, жыл сайын жақсы өнім алып отыр. Биыл күзде өнімдерін аудан орталығына және Ақтөбедегі Табыс коммуналдық базарына апарып өткізбекші. Жас фермер алқаптан арық қазып Қобда өзенінің суын пайдаланып отыр. Бұл нағыз қуаңшылық жылдары да бақшаны құрғатпай, суармалы егістен мол өнім алуға кепілдік береді. 5 гектар огород, сол 3 гектар картошка, сосын 1 гектар қауын қарбыз, 1 гектар жаңа асқабақ, огурцы, свекла, морковь. Ал Қызылжар ауыл аймағындағы Құттығай шаруа қожалығының алқабында таңсық дақыл өсіріледі. Өзен бойындағы аумақты жерде бадана мен аспыршақ жапырақтары жайқалып тұр. Шаруаға жетекшілік етіп жүрген Талғат Шалемов пен Темір Ұрынов өзен суы іргеден ағып жатқанда қай өнімді де өсіруге болатындығына сенімді. Биылғы жылы қожалық 4 гектар алқапқа бадана, 1 гектарға жүгері, жарты гектарға аспыршақ егіпті. По-моему, посол вообще в области нету, слушай. Ауданда посол бар ма? Он и здесь потребляется хорошо. И вот эти сады, школы, как... Сколько здесь гектаров? Здесь 5 гектаров пока. Қобда өзенінен мотормен тартылған су қазылған арық бойымен жүйелерді жағалап барады. Биылғы өнімді шаруалар негізінен тұқымдық мақсатқа пайдаланбақшы. Сөйтіп келер жылы ұлтарақтай алқапты ұлғайтуды көздеуде. Ал қожалықтың құнарлы жайылымында мал басы жыл санап артып келеді. 2009-да ашылды крестьянское хозяйство Құттығай. Бұл жақсы мал шаруашылығымыз бар. Мал шаруашылықты біз қазір далаға көшірдік, жазғы неге. Сосын мына жолдасымен екеуміз қазір агрономия бастадық. Фасоль егіп жатырмыз, горох егіп жатыр, чечевица, маш. Пробуем в этом году пока. Бірінші рет не қылып жатқанымыз. Будем расширяться бұйырса. Шекарадағы ауылдың тынысы әкімге толық таныстырылды. Өңір басшысы Жиренқұбадағы шекара бекетінде де болды. Бұл жерден аптасына 3 күн, яғни жұмадан бастап Ресей жағына жекелеген адамдардың жеңіл көлікпен өтуіне рұқсат етілген. Әр күнгі есептегенде 100 адамға дейін шекарадан өтеді. Арғы бетте туыс жақындары бар. Шекарашылар осы аумақта тұрады деген анықтамасы бар адамдарға ғана өтуге рұқсат береді. Құжаттарды рәсімдеу шамамен 15 минуттай уақыт алады. Құжаттарын тексеріп, спискпен сверять етеміз. Сол бар ма жоқ па? Егер басқа елдің болса болмайды. Тек қана осы ауданның, осы елдің тұрғындары өту керек, солай ма? Заставада Ганс пен Изольда деген ишшілеттер де қызмет етеді. Оларды баулып жүрген шекарашылар жергілікті жастар болып шықты. Олардан әскери дайындығы, қызмет жағдайлары туралы сұраған әкім жауынгерлердің ел тыныштығы үшін қай кезде де қырағы болуы қажеттігін айтты. Қалай жағдайлар? Жақсы ма бәрі? Тамақ жесіңдер ме? Мылтықпенен жұмыс істей аласыңдар ма?
Сондай-ақ Қобда ауданына жұмыс сапары барысында Шұбарқұдық ойыл Қобда Түзтөбе бағытында салынып жатқан жолдың сапасы да облыс әкімінің назарынан тыс қалған жоқ. Асфальтты жаңарту үшін бұл жолға 2 миллиард теңгеден астам қаражат қаралған. Бұл бағытта жөнделіп жатқан учаске 40 шақырымды құрайды. Бердібек Сапарбаев оны кейін де пайдаға жарату үшін сапалы етіп төсеуді тапсырды. Кейін жеңіл көліктер жаңа жолмен жүрсе, ал асфальт ұзақ жылдарға шыдас беру үшін жүк көліктерге айналма жолмен жүру талабы қойылу керек. В этом году у нас выделено 400 миллионов. Биылға осы жол жұмыстарына 400 миллион теңге қаражат бөлінді. 6 шақырымнан астам жол жөнделіп бітеді деп ойлаймыз. Ал осы жолды негізінен 2017-2018 жылдары толық аяқтау мүмкіндігі бар. Және осы жерде 100 метрге шақталған көпір бар. Жолды жалғап тұрған сол көпірді су шайып кеткен. Егер келесі жылы қаражат қарастырсақ, жөндеуді жоспарлап отырмыз. Сөкөл ауылдық округіне қарасты Көкей орманында Ақтөбе облыстық аңшылар мен балықшылар қорымының өкілдері жұмыс істейді. 2 жыл бұрын ашылған шағын қорықта еліктер мен қабандар өсіріледі. Орманшылар жабайы жануарлардың күтімімен айналысады. Жұмыс сапары барысында облыс әкімі осы Көкей ауылындағы кәсіпкерлік нысандарында көрді. Ауылда ағаш өңдейтін цех жұмыс істейді. Цехта үй салу барысына қажетті әртүрлі формадағы кесінді ағаштар әзірленеді. Негізгі шикізат Қобда орман шаруашылығынан жеткізіледі екен. Шеберханада есік, терезе, әртүрлі құрылыс материалдары сұранысқа сай дайындалады. Өңір басшысы Көкей, Жүренқопа, Қызылжар және Ақырап ауылдарының тұрғындарымен де кездесті. Халықтың негізгі проблемасы газ бен жолдың жоқтығына тіреледі. Мұны қаперге алған облыс әкімі ауылдың халқы жермен, малмен айналысып, шаруаға бейімделуі, мемлекеттік бағдарламаларды пайдалануы керек деп тоқталды. Ауылда тұратындарға 12 мүшесі сау болса, жұмыс жасаса барлық мүмкіндік бар. Жерді дұрыс пайдалану керек, су бар, күн бар. Оның үстінде биылғы жыл өзі ауыл шаруашылығына өте қолайлы жыл болып тұр. Сондықтан жұмыс істеу керек. Ол жөнінде біз енді әрдайым айтамыз, жалқаулықты қою керек. Нарық болғаннан кейін сұранысқа қарай жұмыс істеу керек. Жүренқопа ауылында мектептің абаттандырылған аумағы Бердібек Сапарбаевтың назарына ілікті. Мұғалімдер мен оқушылар гүл отырғызып, ауланы безендіріп қойыпты. Өңір басшысы ауданның қалған мектептері де осы Жүренқопа мектебінен үлгі алуы тиіс деді. Бұдан соң ол ауыл тұрғындарымен кездесті. Тұрғындардың проблемалық сұрақтарын шешуді ауданның жаңа әкімі Мейрамбек Шермағанбетке тапсырды. Себебі тұрғындар арасында жағдайын айтып, жергілікті биліктен жұмыс сұрағандар болды. Қазір 5 балам бар, кішкентай қызым 2-ші классқа көшті. Әлі осы уақытқа дейін жұмыста жоқпын. Бірақ мен қазір жекенің қойын бағып жатырмын, 6 ай жас. Күйеуім де жоқ, жұмыста өзім де жоқ. Неше рет жұмыс сұрадым. Мына мектеп директорына де арыз тастадым. Мына садиктің несіне де арыз тастадым, балабақша. Ешқайсысы да жұмысқа алмайды. Мұндай жұмыссыздық мәселесі Қызылжар ауылының тұрғындары үшін де таңсық емес, дегенмен мұнда білікті мамандар жетіспейтіні тілге тиек. Бердібек Сапарбаев балабақша мен кітапхананың жұмысын көрді. Ал Қызылжар орта мектебіндегі жөндеу жұмыстарының сапасына облыс басшысының көңілі толмады. Бұл мектеп 1989 жылы салынған ғимарат. Мектептің директорынан сұрасам айтады, ананы жөндедім, мынаны жөндедім деп. Бірақ жөндеген деген көрінбейді. Жөндеген деген анандай болмайды. Жөндеген адам әуелі шатырдан бастайды. Шатыр жөндейді, су ақпау керек. Одан кейін барып төмен түседі. Содан кейін барып есік терезесін жөндейді. Одан кейін барып қабырғасын жөндейді. Содан кейін барып еденін жөндейді. Мұнда барлығы керісінше жасалынған. Ал бұрынғы аудан орталығы болған Ақырап ауылында өңір басшысы жергілікті амбулаторияның ауыл дүкендерінің жұмысын көрді, азық-түлік бағасына назар аударды. Ал ауыл тұрғындарымен кездесу барысында өтініш тілектеріне құлақ салды. Ақыраптықтар жөнделіп жатқан асфальттың бүлінбесі үшін жүк көліктеріне арналған айналма жол болуы керек деген тілектерін жеткізді. Сол жолды енді мына шебенкіні тасиды, 40 тонник 60 тонналық. Солар біздің жолымызды бүлдірмесін, жанымен жүрсін. Бердібек Сапарбаев аудан әкіміне осы мәселені бақылауда ұстауды тапсырды. Ал Ақырап орта мектебінде күрделі жөндеу жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жүргізілуде. Оған барлығы 54 миллион теңге қарастырылған. Жұмыс барысында мектептің есік терезелері ауыстырылады, ғимараттың іші сырты жаңа күйге енеді. Жөндеу жаңа оқу жылы қарсаңында аяқталмақшы. Айта кету керек, мектепке бұрынғы түлектері қол ұшын созып келеді. Олардың бірі жақында көлік сыйлаған. Облыс әкімі әр мектеп өзінің түлектерімен байланысты жаңғыртуы керек деп тапсырды. Айгүл Байменова, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.